Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қорадамыз. Бүгін тауықтарымыздың жылы суларын берейін деп суларын дайындап жатырмыз. Басында алып келген кезде үйректер қандай болды, қазір қандай енді болыпты. Істері тап-таза болып күшті болып қалды. Өзі қазір мұз қатып, күн салқындап кетті. Қазір бізде ауа райы жаңбыр жауып тұр міне. Бүгін сіздерге көптеген адамдардың сұрағына жауап беретін болам. Қандай жем бересің, Райымбек, жемді қалай дайындайсың? Сол сұрақтармен көп қойылып жатады. Бүгін сол сұрақтарға сіздерге жауап беретін болам. Мінекей, менде қазір мына шелектің ішінде жылы су бар. Мында да жылы су бар. Жылы деген ысы су ғой. Кранттан, Аристоның ысытқан суы. Сол екі суды алып келдім. Қазір мына құмандағы сумен жем жасаймыз. Ал мұндағы суды ішуге бұларға ыдысына құйып беретін боламыз. Бірінші қолғап киіп аламыз, қиып тұрып. Ойбай, ақбілей. Так. Бірінші очет қолғап киіп аламыз. Так, біздер өзіміздің ыдысымыз бар. Мінекей. Осы ыдыстың ішіне су құямыз. Так, сосын мұнда чиктоник бар ма? Көрініп отыр видеода. Чиктоник бар. Соны так, осылай бір крышкасымен құятын боламыз. Мына тауықтың жүкірген кезде мана тұмау дейтін сияқты аурулар бар ғой, солардың алдын алады ғой. Так, араластырамыз. Мен қазір дайындап жатырмын. Тауық бойын индоуткіге аз болып кетіп жатса, үстіне тауық жасаймын тағы да. Так, бізде алынатын жем. Куриный рац. Так, мінекей куриный рац. Так, куриный рацта 2 шелек салам. Так, сосын мұнда кебек бар. Кебек бітіп отыр ғой. Так, кебектен салам. Бір шелек. Мінекей кебек бітіп жатыр екен, достар. Кебек бітіп жатыр екен, кебек алу керек. Так, мінекей. Кебектен салдым. Так, жаптым. Так, енді араластырасын. Суының бәрі уже астына қарай кетіп қалды. Сосын енді мынадан суды алатын болдым. Сөйтіп көп есіп қойған сияқтымын жемді. Осылай витамин қосатын болсаңыздар, осылай бірінші жемді езіп аласыздар. Содан кейін жемді 1 сағат, 2 сағат бұқтырасыздар. Содан кейін барып үстіне манағы тауықтың жұмыртқа тоғызатын несушкі жемін қосып берсеңіздер, тауықтарына жақсы жұмыртқа туады. Так, береміз.
Так. Мына ішіне свет жанып кеткен. Үйден шыққан отходтарды береміз сосын. Так, сосын ішіне осылай песок деп погез тастадым осылай міне. Осының ішінде ұнтақ тастары бар. Өздері осыдан алып жейді. Так, сосын ішіне жылы су құямыз постоянно. Міне сулар тап-таза. Көрдіңіздер ғой, индоуткіде тауықта осыдан су ішеді. Осындай ыдыс поилкаларыңыз болса, өте керемет нәрсе мынау. Тауықтың таза су ішіп астарын бүлдірмеуіне. Так, короче, мен суын әлсінесін ауыстырам. Сосын читоникті мана жеміне қосып бердім. Опа. Şimdi короче. Да, еще один. Болды. Осы міне. Постоянно жемді осындай вариантпен береміз. Так, мінекей су ішіп жатыр, сулары таза да. Ана шомылып, үстін бүлдірмейді. Мына айналасына өзім суды төгіп алдым. Тауықтар суларын ішіп жатыр. Так. Қазір енді осы жүргеннен кешке дейін далада жүреді. Тауықта, үйректе барлық. Сосын кешкі уақытта уже қамалады қораның ішіне. Қазір қораның іші ар жағы жанып кеткен. Осы сіздерге көрсетуге апелк төселгеннен кейінгі жағдайы. Так, мінекей апелк төселгеннен кейінгі іші. Жақсы екен. Астары да құп-құрғақ мінекей. Кеше сұрап отыр ғой сосын біреулер апелкіні не үшін төсейді, шөп төсесе болмай ма деп. Апелка енді ағаш, өздеріңіз білесіздер. Жаңбыр жауған кезде даладағы ағаштардың өздері суды өздеріне сіңіріп алады. Бұл апелкіде ағаштың қалдығы болғаннан кейін өзінің ылғал нәрсенің барлығын өзіне сіңіріп алады. Апелка сол себепті құрғақ болу. Тауықтың астары құрғақ болады ғой. Ал шөп төсейтін болсаңыздар, оған су тиген сайын ол былжырай береді, ол құрғап үлгермейді. Сол үшін шама келгенше шөптен көрі апелка төсегендеріңіз жақсы болады. Жақсы достар, осымен видео аяқталды. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.